Сәлем, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі менің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Өтіп бара жатқан мына барыс жылдың соңғы мастер-классы миллионерка деген ақ дастарханмен бекітейін деп отырмыз. Аллаға шүкір, бір жыл бойы сіздер менің каналымнан әртүрлі заттардың тігілу мастер-класстарына куә болдыңыздар. Ендігі жаңа жылда тағы да жаңа мастер-класстармен бөлісуге ниет етіп отырмын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келе жатқан қоян жылы сіздерге берекелі, қайырымды жыл болсын. Ең бастысы. Ал енді біздің жаңа миллионерка деген дастарханымыз осындай керемет эластичный ПВХ прозрачныйден 0,4 мм орташа қалыңдықта таңдап алдық. Және де мынандай керемет пупончик секілді бахрамамызбен, жемчугпен сәнделген бахрамамен тігіп шықтық. Сол үшін бұл миллионерка. Алтын түсті, және де маржан тастар бар, мінекей алтын тастар бар, я көмкеріп қолмен тігіп шықтық. Мастер-классын соңына дейін көрсеңіздер, керемет лайфхактармен бөліскенмін. Және де ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Ал енді жаңа жылға жаңа мастер-классымызды бастайық. Ал құрметті көрермендер, енді бізге бұл дастарханды тігу үшін не қажет екенін айта кетейін. Ал енді біздің жаңа мастер-классымыздың миллионерка деген ақ дастарханымызды тігу үшін не қажет екенін айта кетейін. Бізге ПВХ 0,4 миллиметрлік эластичный осындай дастархан керек. Прозрачный силикон дейді, бұны ПВХ дейді, білесіздер, я? Содан кейін мен бұдан столымның размерін айта кетейін. Осы мына трансформер деген жаңадан шығып жатқан, хит болып жатқан столға тігіп жатырмыз. Бұның өлшемі 4 метр, ұзындығы ені 1 метр екен. Соған байланысты мен ПВХ-ны 4-30 қылып қиып алдым. 15-15 сантиметрден түсіп тұру үшін. Ал енінен 1-30 қылып алдым. 1 метр ол столым үсті, 30 сантиметр ек жағынан 15 сантиметрдей түсіп тұру үшін. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді мына жерде 4-30, ұзындығы 4-30 ПВХ жаттыр. Бұған айналасына мынандай жемчуг араласқан миллионерка деген мынандай керемет алтын түсті бахрамамызды тігеміз. Ол бір. Оның үстіне мен мынандай стразы, имитация стразы дейді, соны 5 сантиметр жоғары қылып сәндік элемент ретінде тігіп шығуға ниет етіп отырмын. Сол кезде екеуі үйлесіп, мынау жылтырап, мынау құлпырып, мынау салақтап, салбырап, әдемі дастарханымыздың сәнін келтіріп тұрады. Ол үшін менде мына стразыден 2,5 метр бар екен. Мен мынандай екі қардан примерно 4,5 қиып аламын. Содан кейін барып 4-30, ұзындығы 4-30, ені 1-30 размерлі столымның дастарханына 12 метр кешіресіздер. 12 метр бахрама сатып алдым. Енді осыны айдырып тігіп аламыз, қалай тігеміз, қалай бұрышында қырып бұрыш шығамыз, одан кейін стразды қалай тігеміз, барлығын сіздерге мастер-классымны да түсіндіретін боламын. Ұзамаңыздар экранын, ұнаса лайк басыңыз. Ал енді достар, мына дастарханым өзі 1,40 болғандықтан мен енінен мінекей шамамен 7-8 сантиметрді қиып тастадым. Енді мен бұл жерде 7 сантиметр қиып тастадым. Енінен. Ені өте салақтап кетпеу үшін, қыздар, екі шетінен мінекей примерно 3 сантиметрден ба, 3,5-3,5-нан 7 сантиметр қиып тастадым. Мінекей. Барлығы не дейді, анандай гармоничная, әдемі болып сәйкестендіріліп тігілу үшін. Одан соң мен жайып қойып, мінекей 5 сантиметрдей өлшей отырып, шетінен 5 сантиметрдей өлшей отырып, ручкамен сызып алдым, сіздерге көрініп тұрсын деп, мінекей. Бұл жерге білесіздер, мен
өзімнің стразымды тігіп шығамын былайынан. Ал енді мастер-классымызды бастаймыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Экраннан ұзамаңыздар. Ал құрметті достарым, енді қараңыздар. Басынан бастапқы жағынан бастасақ, міне ұзын жағынан, ұзындығынан бастаймыз. Ол бір, екіншіден, мінекей мына моншақты мына бұрышына келетіндей қылып бастай аласыз. Мінекей. Сол кезде мына столда бүйтіп тұрған кезінде мынау деген былай тұрмайды. Нешара мына моншағымыз мына бұрышқа келгені өте әдемі болып тұрады. Соған мән беріңіздер. Осы мына жерге кеп тұру үшін осы жерден бастаймыз. Мінекей. Ал құрметті мінекей қыз-келіншектер, біз былайынан саусақпен мынаны көтере отыра, мына жерге келіп тіреліп қалатыр мынау моншағымыз, бірақ лаждап тіктім. Енді қараңыздар, бұрышына жақындап қалдық. Мінекей бұрышына келгенде соңына дейін тігіп аламыз. Онан кейін бар қайтадан артқа жүріп, мына бақырамамыз осы бұрышта қалу үшін дәл осы жерін былайынан бүктеп аламыз. Осылай бұрышын шығарамыз. Енді бекіту үшін мына жерінен тігіп жібереміз. Дәл осылай қылып 4 бұрышын тігіп шығамыз. Енді 4 бұрышын тігіп отырғанын түсірмей ақ қояйын, түсінген шығарсыздар, иә? Міне бұрышқа келгенде өстіп бүгіп жіберіп, үстінен жүріп отыра бересіздер. Ал сіздерге сәттілік тілеймін. Қазір мен болып болғаннан кейін стразымды тіккенін бір көрсетіп беремін сіздерге. Содан кейін нәтижесімен бөлісетін боламын. Мінекей қыздар, мен екінші бұрышыма келдім. Міне бұрышыма мына бақырама келіп тұр. Міне қазір мен бүйтіп қайырғаннан кейін дәл бұрышқа осы бақырамам бұрышқа түседі. Көрдіңіздер ме? Бұл мастер-класста мен не үшін мына моншағын бұрыштан бастағанымның невесі көрініп тұр, е? Көрдіңіздер ме? Ертең столға мен төсеген кезде тағы да бір рет сіздердің естеріңізге осыны салатын боламын. Моншақты бастап бет алды тігіп кете бермейміз. Бірінші моншақты бұрышқа апарып тақап тігіп аламыз. Сол кезінде барлық 4 бұрышқа да бір-бір моншақты бақырамалар түсетін болады. Автоматом. Ал құрметті көрермендер, біз мінекей ең соңына келіп жеттік. Мынау бақырамамыз бұрышқа келу керек. Мына жағын біз соңына дейін тігеміз мінекей. Міне астына жібереміз де. Сол үшін мына жағынан қиып тастаймыз. Мінекей қыздар, 12 метр алып едім. Мына 50 сантиметр артық болып қалды. Сонда 11,5 метр бақырама кетеді екен. Соңына дейін тігіп болған соң мынаны алып бұрышынан жүреміз. Енді мына жердің артық жерлерін қиып тастаймыз қазір. Мұқият қарап алыңыздар. Зигзагқа қойып аламыз. Мына жерін закрепляющий шов дейді орысша айтқанда. Қазір бекітіп аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, керемет бақырамамыз мінекей әр ұшында өзінің моншағы осылай салақтап әдемі болып сәнін келтіріп тұратын болады. Енді стразысіне көшеміз мына сызықтар бойынша.
Мінекей құрметті көрермендер, біз стразымызды былайынан тігіп шықтық. Сол сызылған сызықтың үстімен. Мінекей алдын ала сызып алсаңыздар, әйтеуір ориентир болады да, түзу, примерно түзу сіз стразыны тігіп шығасыз. Ол әдемі, эстетично көрінетін болады. Енді міне бұрышына келгенде, мынаумен бүйтіп жібереміз. Сол кезде әдемі бұрыш болып шығады.